Бозатау районы медицина бірлеспесінде денсаулықты сақлау тарауын рауажландыру, халықтың саламатлығын сақлау һәм медицина қызметкерлерінің іскерлігін асыру барысында бірқатар ұнамлы істер әмелге асырылмақта. Текарынан бірлеспе құрамында район халқына 45 емлеу орнынан ібарат болған бір орайласқан емлеухана, бір районлық көптармақлы поликлиникасы, бір орында шаңарақ поликлиникасы һәм 6 орында шаңарақлық шпакерлік пунктлері халыққа медициналық қызмет көрсетеді. Оларда жәмі 50-ге жақын шпакерлер, 200-ге жақын орта һәм кіші буын қызметкерлері медициналық қызмет көрсетіп келмекте. Районлық медицина бірлеспесі бірқатар заманауи аспап-түскенелермен тәмінленген. Олардан атап айтқанда кейінгі әулет рентген аппараты, сондай-ақ ана қарнында әмленің тума нұқсанлары барлығы яки жоқлығын ерте анықтайтұғын перинатал УЗИ аппараты келтірілді. Бұл аппаратларда істеу үшін зәрір болған шпакер қанегелері оқытылды һәм бүгінгі күні жұмыс алып бармақты. Бірлеспеміздің хирургия бөлімінде лапароскоп аппараты бар болып, бірқатар операциялар сол лапароскоп аппаратының жәрдемінде әмелге асырылуы жолға қойылды. Бірлеспе қызметкерлері тарапынан халық саламатлығын бекемлеуде алып барылып жатырған жұмыслардан әсіресе халық арасында әрқилы ауыр кешетін кеселдіктерді, көкірек безі саратаны, һәмде жатыр мойны рагы кеселдіктерін, һәмде кардиологик, эндокринологик кеселдіктерді ерте анықтау бойынша скрининг жұмыслары көріктер алып барылып, олардың нәтижелері бойынша ұнамлы сауаландыру істері алып барылмақта. Бірлеспемізде жамы 11 медициналық бригадалар бар болып, оларда істеу керек болған патронаж хәмширалары толық тәмінленген. Осы патронаж хәмшираларының сондай-ақ бірлеспеде істеп атырған барлық орта буын һәмде шпакер қанегелеріміздің өз уақытында білімлерін жетілістіріп, һәмде квалификациялы категорияларға ие болуын тәмінлеу мақсатында алдынан істелген ереже текарында олардың білімлерін асырылуы тәмінленбекте һәм жақсы көрсеткіштерге ерісу жолға қойылмақта.